Өзбектің қысқаша тарихы немесе сарттар кім? Өзбектер жалпы саны 38 миллионнан асатын түркі тілдес халық. Қалыптасу тарихы аса күрделі, қалыптасуына түркілер, парсылар, моғолдардың ықпалы бар. 2200 жыл бұрын, Өзбекстан жерінде, шығыс Иран тілінде сөйлейтін сақтардың массагет тайпасы жасаған. Онан кейін қаңлылар кіре бастады. Бұл өңірде зороастризм 1500 жыл бойы басты дін болып тұрды. Эрамыздың алды артында шығыстан келген тоқарлар Кушан империясын құрды. Олар буддизмді қабылдады. Олардан кейін түркі тілдес ифталит ғұндары билік құрды. 6 ғасырға дейін осы егінші аймақтың дені әуелдегідей парсша сөйледі. Түркі қағанаты құрылып түркілер Өзбекстан жеріне кіре бастады, бірақ олар тек билеушілер мен әскерлер еді. Түрік қағанатына бағынған соң соғдылар саудагерлігімен әлемге әйгілі болды. Соғды тілі батыс түрік қағанатының екінші тілі болды. 744 жылы түрік қағанаты құлады да енді араб шапқыншылығы басталды. Соғдылар, хорезмдіктер түргеш түріктермен бірге арабтарға қарсы соғысты. Ақыры арабтар Өзбекстанды толық жаулап алды да ондағы зороастризмге, буддизмге, христиан дініне қудалаулар басталды. Саманилар бастаған Парсы патшалығы кезінде ислам діні кең таралды. 940 жылы қарақандар Өзбекстанды басып алды да ислам мемлекеттік дінге айналды. Жетісу мен Қырғызстандағы Қарлық, Яғма, Шігіл, Тухси, Чарух тайпаларда исламға кіре бастады. Түркілер мен соғдылар араласып Өзбекстан парсылары түркі тіліне ауыса бастады. Өйткені түркілердің осы өңірдегі үлесі арта бастады. Осылайша жаңағы аталған түрік тайпалар мен отырықшы парсы халқы араласып Қарлық тілін және сарт халқын қалыптастыра бастады. Сарт құрамына отырықтанған оғыздар мен қаңлылар да кіріп кетті. Селжуктер мен қарақтайлар үстемдігі кезінде аса көп өзгеріс бола қойған жоқ. 1195 жылдан бастап күшейген Хорезм империясының мемлекет тілі парсы елі болды. Енді олар шығыстан келген моғолдармен соғыста ойсырай жеңіліп Өзбекстанға моғолдық Барлас, Жалайыр, Бахрин, Арлат рулары кіре бастады. Өзбекстан Шыңғысханның екінші ұлы Шағатайдың ұлысының бір бөлігі болып, бұнда ислам діні толық тарап, халқы негізі парсша, түрікше сөйледі. 14 ғасырда Барлас тайпасынан шыққан Әмір Темір үлкен империя құрды. Оның дәуірінде салтанатты қалалар салынып, ғылым мен мәдениет дамыды десе де парсы тілі әлі кең қолданылатын тіл еді. Осы кезде сарт халқы толық қалыптасты. Моғолдар Жетісу мен Қырғызстаннан қарлықтарды ығыстырып жан жаққа таратып жіберді. Ал 14 ғасырда Өзбек хан исламға кіргенде мұсылман болған рулар өзбек атанды. Өзбектер қыпшақ диалектінде сөйлейтін көшпенділер болып, әсілгі мекені Қазақстан еді. 1470-1490 жылдары қазақтардан жеңілген өзбектер 60 000 әскермен Әмір Темір мемлекетін басып алып, ондағы шағатайлықтардан 300 000 адамды қырды. Енді барып, Өзбекстанда өзбектер пайда болды. Оның арасында моғолдар да көп болды. Өзбектерде Қоңырат, Найман, Қыпшақ, Кенегес, Маңғыт, Қатаған, Барлас тағы басқа 92 ру болды. Ал Қарлық диалектінде сөйлейтін сарттарда ру болмаған немесе сарт болған көшпенділер исламға қатты кіргендіктен тегін ұмытқан еді. 16 ғасырдан соң Өзбекстанда парсы тілі әлсіреп тек Самарқан, Бұхарадағы тәжіктер ғана сөйлейтін болды. Сол үшін қазақ өзбек өз ағам, сарт садағам дейді. Осы өзбектердің Бұхар, Қоқан, Хиуа деген үш хандығы болып, оны 19 ғасырда Ресей жойды. 1897 жылы Ресей империясының санағы бойынша 968 000 сарт, 726 000 өзбек болды. Сарт көбінде сауда, қолөнер, егінмен айналысса, өзбек жартылай мал бағыттағы әскери міндет өтеді. 20 ғасырда Совет үкіметі сарт атауына тиым салып, сарттар мен өзбектерді және хиуалықтарды біріктіріп өзбек деп атады. Үкімет тіліне сарт тілі талданды. Осыдан соң Қыпшақ диалектінде сөйлейтін өзбектің тілі қолданыстан қала бастады. Сонда да әлі сөйлейтіндер бар. Жалпы өзбек ұлты осылай қалыптасты. 20 ғасыр басында өзбектер саны 3 миллионнан асты. Қазақтан кейінгі саны көп Орта Азия халқы болды. Алайда 2 рет аштық, соғыстың салдарынан қазақ 70%-нан айырылды да, өзбек саны қазір қазақтан 2 есе көп болып отыр.